99 ауруға ем ешкі сүті. Қойдың сүті қорғасын, ешкі сүті ем деп, кез келген қазақ халқы ешкі сүті адам ағзасына пайдалы екендігін өте ерте замандардан бері білген. Ешкі сүті А, С, Б, Д, Е дәрумендері мен басқа да микро және макро элементтер қорының қайнар көзі болғандықтан адам ағзасына өте пайдалы өнім. Бұл жануардың сүті сонымен қатар белгілі бір аурумен ауыратын науқастар үшін ең тиімді табиғи дәрі болып табылады. Аллергияға бейім адамдарға сүт өнімдері жақпайтындығы бәрімізге белгілі. Мұндай науқастар әсіресе сиыр сүтін пайдалана алмайды. Себебі сиыр сүті аллергияның қоздырушысы. Бірақ сүт сіздің ағзаңызға қажет. Оған бола ойланып қамығудың қажеті жоқ. Оны 100%-ға алмастыра алатын өнім ешкі сүті болып табылады. Мұны түсіндіру оңай. Ешкі сүті біріншіден аллергияны қоздырмайды. Сонымен қатар аллергияға бейім адамдардың ауруын түбімен жоятын қасиетке ие. Ағзаны қалпына келтіруге де көмектеседі. Ешкі сүтіндегі май түйіршіктері сиыр сүтіне қарағанда өте төмен. Сондықтан да адам ағзасына түскен ешкі сүті тез қорытылып, түрлі факторлардың салдарынан әлсіреген ағзаға өте пайдалы. Сонымен қоса, ешкі сүтінің құрамында калийдің мөлшері өте көп. Сүт құрамындағы бұл элемент әлсіреген ағзадағы жүрек қан тамыр жүйесі жұмысына өте қажет. Сүйекке пайдасы. Ешкі сүтінің құрамында сүйек тіндерін қатайтатын кальций және Д тобындағы дәрумендер қоры жеткілікті. Сондықтан да дәрігерлер балаға 1 жастан бастап рахит ауруының алдын алу және оны емдеу үшін ешкі сүтін беруді ұсынады. Сондай-ақ дәрігерлер мен ғалымдардың дәлелдеуінше, бұл киелі жануардың сүтін сүйегі сынған адамдар күніне 1 стаканнан ішіп тұрса, сүйегі бітіп, қалпына келу процесі 2 есе жылдам болады. Ішек дисбактериозында, ішек микрофлорасының баланс бұзылысында ешкі сүтінен жасалған өнімдер ішек жұмысын қайта қалпына келтіруге көмектеседі. Сондықтан да бұл дерттен тезірек айығу үшін міндетті түрде ешкі сүтін ішіп, одан жасалған өнімдерді тамақ рационыңызға енгізіңіз. Асқазан және ішек ауруларында. Асқазан және ішек ауруларының кез келген түріне ешкі сүті пайдалы. Оның құрамындағы лизоцин асқазан және ішектегі шырышты қабық жараларын емдейді. Сонымен қатар, асқазан сөліндегі қышқылды бейтараптандыратын ерекше қасиетке де ие. Егер асқазан жарасы зардабын тартып жүрсеңіз, онда сізге ешкі сүтімен жүргізілетін мынадай ем көмектеседі. Күн сайын таңертең аш қарынға ешкінің 1 стакан шикі сүтін ішіңіз. Содан кейін кешке дейін ұрттап 2 стакан сүтті тауысу қажет. Емдік курс 21 күн жүргізіледі. Ешкі сүті диатез дерті кезінде де көмектеседі. Қазіргі кезде көптеген балалар мен олардың ата-аналары диатез және терінің қабынуы сияқты дерттерге тап болып жатады. Мұндай ауруға шалдыққан бала қиналатындығы мен оның емделуі ұзақ уақыт алатыны ата-аналар біледі. Ал бұл дерттен ешкі сүтін ішіп бір жолы арылуға да болады. Дәрігер-педиатрлардың анықтауынша, ешкі сүтін жиі ішетін балалар диатез дертіне шалдықпайды екен. Сондықтан да балаға үзбей ешкі сүтін беріп, түрлі дерттің алдын алғаныңыз дұрыс болады. Ұйқы безінің қабынуында. Ұйқы безінің қабынуында панкреатит кезінде пайдалы екендігін дәлелдеген. Бұл дертке шалдыққан науқас күніне жарты литр шикі сүтті тамақтың алдында 2 ай бойы ішуі қажет. Қант диабеті дертіне ешкі сүтінің пайдасы. Халықтық медицинада қант диабетімен ауыратын науқастарға ешкі сүтімен жүргізілетін емдік тәсілдер өте көп. Соның бірі, күніне әр 2 сағат сайын ешкі сүтін үзбей ішуге кеңес береді. Бірақ мұндай ем жүргізген кезде дәрі-дәрмек ішпеуіңіз қажет. Қатерлі ісік дертіне пайдасы. Ешкі сүтінің қатерлі ісік ауруының алдын алып, соның жеңіл түрлерінен айықтыратын қасиетке де ие. Сондай-ақ иммунды жүйені қатайтады. Халықтық медицинада мынадай емдік тәсілдер ұсынады. Ешкі сүті жүкті аналарға. Ешкі сүті құрамындағы дәрумендер, микро және макро элементтері ана ағзасы мен жатырдағы бала үшін өте пайдалы азық болып табылады. Ал сүт құрамындағы кальций баланың сүйегін дұрыс қалыптастыруға септігін тигізсе, болашақ ана тістерінің түсуін және тырнақтарының сынуын болдырмайды екен. Емізулі анаға да пайдасы.
Емізулі ана күнделікті ешкі сүтін пайдаланса, өзінің ағзасымен қоса баланың ағзасын дәрумендер қорына байытып, жаңадан қалыптасып дамып жатқан сүйектерін қатайтады. Сондай-ақ, ешкі сүтін үзбей ішетін емізулі ана қаназдық дерті мен дәруменнің жеткіліксіздігіне сақтандырылады. Артық салмақтан арылғысы келетіндерге де пайдасы бар. Ешкі сүті майлы болғанымен, ол ағзаға май жинамайды. Ал құрамы дәрумендерге өте бай. Бұл сусын емдәм ұстап жүрген адам ағзасын түрлі дәрумендермен қоректендіреді. Терідегі түрлі бөртпелер мен дақтарды кетіруге табиғи тазартқыш құралы болып табылады. Сонымен қоса, теріні ағартып, шаштың түсуін тоқтатады. Ол үшін әр шашты жуған кезде ешкі сүтімен шайып тұру қажет. Жүрек ауруына ешкі сүтінің пайдасы. Сиыр сүтіне қарағанда, ешкі сүтінде B12 дәруменінің құрамына кіретін кобальттың мөлшері 6 есе көп. Ал калийдің жоғары мөлшері жүрек қан тамыр жүйесінің қызметіне оңтайлы әсер етеді. Калий мен магний ағзадағы зиянды элементтер. Стронций мен радионуклидтерді шығаруға көмектеседі. Сондықтан, үлкен қала тұрғындарына ешкі сүтін ішу ұсынылады. Магний жетіспеушілігі қауіпті ауруларға әкеп соқтыруы мүмкін. Адам ағзасы тәулігіне 400 мг магний қажет етеді. Осы қажеттілікті ешкі сүтінен алса, холестеринді азайтып, бүйрекке тас жиналуының алдын алады. Сондай-ақ қан қысымы қалыпқа келеді. Ешкі сүтін Гиппократ құрт ауруымен ауырғандарға ем ретінде ішінуді ұсынса, Ибн Сина айналасындағыларға балаларының алдында қартайып, мүсәпір халге жеткілерін келмесе, ешкі сүтін ішіңдер деп, ұзақ жасауға пайдасы зор екенін атап өткен екен. Педиатрияда жаңа туған нәрестенің іш жүруін қалыпқа келтіру үшін ең бірінші осы ешкі сүтін береді және ана сүтін алмастыра алады. Бірақ баланы ана сүтінен айырмағаның жөн болады. Артық салмақ тастағысы келетін жандарға да ешкі сүтін ішу ұсынылады. Оның құрамындағы май адам денесіне артық май болып жиналмайды. Суық тигенде де пайдасы мол. Онкологиялық аурулардың алдын алады. Аяғы ауыр келіншектер ешкі сүтін ішсе, баланың қаңқасы, тістері жақсы дамиды. Ескерту: ауруға ем іздеймін деп ауру тауып алмаңыз. Ешкі сүтін танымайтын адамдардан кез келген жерден сатып алуға болмайды. Бруцеллез ауруының инфекциясын жұқтырып алуыңыз мүмкін. Ішек ауруларымен ауырып қалмас үшін сатып алған сүтті жақсылап қайнатып алыңыз. Пайдалы кеңестер мен қызықты ақпараттарды көргіңіз келсе, керек арнасына жазылыңыз.